Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa man tabi'ahu wa man wala, amma ba'du, assalamu alaikum, hurmatli jamaat. Ta'limul muta'allim kitabi bo'yicha biz ilmni және де ustozni hurmatleu taqribini kelib to'xtagan bo'latimiz. Sol taqribda inshaalloh bugun жалғастырамыз. Ilmni hurmatleuдің tағы bir түрі, tағы bir жолы. Ilm alып жүрген кезінде өздерінің достарын құрметтеу. Яғни ilm сапарындағы досты, ilm сапарындағы досты да құрметтеуіміз керек екен. Оның әрбір ойын құрметтеу керек. Оның істеген ісін құрметтеу керек. Оның уақытысын құрметтеу керек. Оның тақуалығын құрметтеу керек. Жалпы досқа қатысты барлық достың жағдайын құрметтей білуіміз керек. Өйткені жалпы досты құрметтеу деген адам өзгені құрметтей алатын болса, өзі құрметті бола алады. Өзі құрметке жете алады. Ал енді адам ешкімді құрметтей алмаса, онда өзі де құрметтелінбейді. Соның ішінде әсіресе ілім алып жүрген кезде адам өзінің жолдасын, досын құрметтесе, онда ілімді құрметтегені болып табылады. Екеуі де ілім алып жүрген адамдар ғой. Екеуі де ілім алып жүрген адамдар. Және де жалпы адам өзінің жылы қарым-қатынасын кез келген адамға білдіре беру, көрсете беру, немесе не деп айтамыз бұны? Сүйіспеншілік, мейірімнен өзге нәрсе жаңағыдай. Адамның өзінің ішкі жан дүниесін, жылуын кез келген адамға беруі дұрыс емес дейді. Алайда тек қана ұстазға және де сол ілім сапарындағы дос, жора жолдасқа соны арнайтын болса, онда одан адам пайда алады. Бұл құп көрілмеген амалдардың қатарына жатпайды. Керісінше, ұстазға адам өзінің мейірімін төгу керек екен, шәкірт. Және де өзінің досына да мейірімін төгу керек екен. Жылы сезімдер, дұрыс айтасыз, жылы сезімдер. Себебі мейірім деген кез келген жан-жануарға болсын, айналамыздағы кез келген адамзатқа болсын, біз мейіріммен қарау керекпіз ғой. Алайда жаңағы ағамыз айтқандай, жылы сезімдерді ол өзінің анаңа, немесе өзінің балаңа, әйеліңе арналған, ең жақын туыстарға арналған сезімдер ғой енді бұл дүниелер. Алайда сырттағы адамдардың ішінде адам өзінің осындай жылы сезімдерін тек қана ұстазыменен өзінің жолдасына, ілім сапарындағы жолдасына арнаса болады екен. Жалпы ілім талап етуші адам, ол ілімді әрдайым тыңдау керек. Даналықты әрдайым тыңдау керек. Неменен? Құрметпенен және де сыйлауменен. Бір мәселені тыңдаса да, бір сөзді тыңдаса да, тіпті оны 1000 рет болсын. Бір сөзді, бір мәселені, бір хадисті 1000 рет болсын тыңдаса да, егер сол 1000-ші рет тыңдап жатқан кезіндегі құрметі, бірінші рет тыңдап жатқан кезіндегідей құрмет дәрежесінде болмаса, онда ол адам ілімді құрметтемегені болып табылады дейді. Яғни біз бір хадисті, бір аятты, бір даналық сөзді бірінші рет тыңдап жатқан кезімізде, бірінші рет естіп жатқан кезімізде, оны сол мағынаны естіген кезде ішімізде бұл не деген алып мағына, не деген терең мағына, ғажаптанамыз, сүйсінеміз, иманымыз көтеріледі ғой. Дәл сол секілді сол хадисті, сол даналық сөзді 1000-ші рет естіп жатқан кезімізде де дәл сондай деңгейде тыңдауымыз керек, сезіне білуіміз керек. Әрине
ол сезімге адам ондай дәрежеге жету үшін жұмыс жасау керек. Оған бірдестен олай болмайды. Себебі біз жалығып кетеміз. Дәл осы сабақта 1000 рет өтіп жатсақ қазір, мен дәл осы сөздерді 1000 рет айтып жатсам, біз оны жалығып кетеміз ғой естуден. Солай ғой. Алайда адам өз-өзімен жұмыс істейтін болса, дәрежесін көтеретін болса, шынайы түрде әрбір алып жатқан ілімді өміріне қолдану үшін, осыдан пайда алу үшін мен құрметтеуім керек деген сезімменен отыратын болса, онда ол адам одан жалықпайды, пайдалы. Әрине бұл оңай нәрсе емес. Бұл өте қиын нәрсе. Мынау кезінде бір жамағаттар жүрді ғой, жалпы. Әртүрлі жамағаттарды көріп жатырмыз, әртүрлі жамағаттар келіп кетіп жатыр қоғамымызда. Сондай жамағаттардың бірі аралап жүріп дағуат айтады. Сонда мешітке келді, ауылдағы мешітте. Бесін намазында ауылдың жігіттерін жинап алып бардық. Мешітке білімді адамдар келді, уағыз айтады, келіңдер деп. Сонда ауылдағы жігіттердің көпшілігі жиналды. Ол кезде көпшілігіміз діннен алыспыз. Бірен саран жұма намазына 1-2 адам ғана баратын. Қазір Аллаға шүкір ауылдардағы мешіттерде мешіттер толып жатады ғой. Ол кезде ауылдық мешіттерде 3 адам, 4 адам жұма намазын оқиды. 2005-тің ар жақ бер жақтарында. Бейхабар еді. Сонда әлгі адамдар келгеннен кейін жігіттердің бәрін айтып жүріп, жиналып, керемет бір әсерлі уағыз тыңдайтын шығармыз деп отырдық. Сонда араларынан бір кісі шығып уағыз айтты. 5 минуттық уағыз айтты. Сонда кит бір сондай балық бар екен, бір жегенде 40 тонна балық жейді екен. Біз деген сосындай нәрселерге қарап Құдайдың құдіретін тануымыз керек. Біз деген жаңағы Мерседеске қызығамыз деп осындай 1-2 нәрселерді айтты. Сонымен енді ауылдың ар жақ бер жағынан жиналған жігіттер барлығы қанып уағыз тыңдаймыз деп келген адамдар ғой. Қанағаттанбай қайтты. Сонымен асырда деді. Асырға бардық. Бір 50-60 шақты жігіт жиналса, бір асыр намазына бір 10 шақты жігіт келді. Сонымен араларынан екінші бір адам тұрды да, кит деді, сондай бір алып балық, бір жегенде 40 тонна балық жейді. Біз осыған қарап деді, Құдайдың құдіретін тануымыз керек. Біз деген мерседестерге қара бір мерседестерге қызығамыз. Келген 10 жігіт, үміттен келген 10 жігіт жаңа бір мағлұмат тыңдайтын шығар. Олар қайтты. Сонымен ертесіне бес намазына тағы жиналдық енді, намаз оқиын деген мешітте кішкене қызметі бар деген жігіттер тағы жиналды, 3-4 жігіт. Сонымен әлгі кісілердің арасынан басқа бір үшіншісі шықты. Кит деді ғой. Кит дегеннен біз түсінбеген жағдайында. Қазір Мерседесті айтады деп отырмыз іште. Жалпы бұндай дәрежеге жеткен адамның алдында бір мағлұматты адам қайтадан айтатын болса, ол адам пайдалы. Ал енді ондай ілімді қалай құрметтеуді, ілімнен қалай пайда алуды түсінбеген адамдардың алдында, бастауыш адамдардың алдында, жаңағы адам өзінің күнделікті тұрмыс тіршіліктегі болып жүрген мәселелерді, оқиғаларды айтып былай тұрсын, Алланың кәләмі болған Құранның бір аятын қайталап айта беретін болса да, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бір хадисін айта беретін болса да, ол пайғамбардың сөзі бола тұра, ол Алланың кәләмі бола тұра, бірақ бастауыш адам оны түсінбейді. Оның тұңғиық терең мағынасына қайта сүңги алмайды. Оған жаңа мағлұмат керек болады. Ол көп нәрсені үйреніп, біліп, танығаннан кейін енді қайтадан айналып
өзінің ең алғашқы бастауыш кездеріндегі оққан мәселелеріне қайта кіретін болса, қайта оқитын болса, басқаша мағынаға тап болады. Неліктен? Себебі оның ілім деңгейі көтерілді. Оның ақылында мағлұматтар көбейді. Сонда әлгі оққан нәрсесін кезінде бір нәрсеге байланыстырған болса, енді әлгі оққан нәрсесін 1000 нәрсеге байланыстыра алатындай деңгейге жетеді. Тағы бір айналып келіп, тағы кіретін болса, ол миллион нәрсеге дейін байланыстыра алады жаңағы мәселе. Сондықтан да ол бір нәрсені 1000 рет естісе де, 1000 естігенде оның байламдары күшейеді. Оның астарынан сырларын алып шыға береді. Міне сондықтан да ілім деген теңіз, бірақ ол теңізге адам кіру үшін, жүзу үшін оның дайындығы болу керек. Бастауыш адамды апарып теңізге лақтырып жібере алмаймыз ғой. Жүзе алмайтын адамды, кемесі жоқ адамды деген сияқты. Ілім де дәл сондай. Енді ілімді талап етуші адам тағы бір ілімді құрметтеудің тағы бір жолы өздігінен ілімді таңдамау керек дейді. Мен пәлен деген ілімді аламын. Мен осыған бет бұрамын. Мен осы оқу орнына түсем, осындай факультетті оқимын деп өзі таңдамау керек. Бәлкім оны ұстазыменен ақылдасу керек, мұғалімменен ақылдасу керек. Бұл мәселе тек діни мәселеге қатысты емес, діни ілімге қатысты емес. Бұл мектеп қабырғасындағы оқушыларға да қатысты. Мектеп қабырғасында оқып жүрген оқушылар өзінің мұғалімдеріменен ақылдасатын болса, апай, ағай, мені қандай оқу орнына түскенімді қалайсыз? Сол кезде мұғалім ол баланың қандай оқуға, қандай мамандыққа бейім екендігін парасаттылығымен көріп қояды. Көріп жүрген қаншама жылдар бойы өзінің алдындағы шәкірті, оқушысы, және де ол оқушыға дейін қаншама ондаған жүздеген оқушыларды тәрбиелеп шыққаннан кейін, мыңдаған оқушыларды тәрбиелегеннен кейін, әлгі оқушының ішіндегі қасиетті көріп тұрады. Сөйтеді де оған лайықты болған, түскен кезінде жарып шығатындай оқудың түріне сілтеме береді. Әлгі оқушы сол оқу орнын бітіріп шықса, сол ғылымның маманы болып шығады. Оны жан дүниесіменен сүйсініп, ішіндегі қабілеті оған күш қуат беріп, ол ертең жұмыс істеген кезінде оқыдым ғой енді, осыдан әйтеуір мал табайын, нан табайын деп, аяғы тартпай, көңілі бұрмай, керісінше жұмысқа ждақаттылықпен, махаббатпенен істесе өндіретін болып кіретін. Діни ілімде де осы мәселе. Адам баласы қай салаға түскісі келеді, қай саланы оқысы келеді, оны ұстазымен ақылдасу керек. Бурхануддин. Бұл кісі, шейх Әл-Бурхануддин, бұл кісі былай деген. Алғашқы замандарда шәкірттер өздерінің әрбір істерін, тірліктерін ұстазыменен ақылдасып, ұстазына тапсырып отыратын еді. Ұстазының ақылына жүгініп отыратын еді. Әсіресе осы ілім мәселесінде қай ілімді алуым керек, осыған ұстаздың ақылына жүгініп отыратын. Сөйтіп, олар мақсатына жететін еді дейді. Ал қазір болатын болса, қазір өздері таңдайды да, сөйтіп мақсаттарына жете алмай жатыр дейді. Тіпті ол оқып жатқан ілімдерін түсініп те жатқан жоқ. Не, қандай білімге кіріп алған, одан не аламыз, оны қалай таратамыз, халыққа қалай жаямыз, неге шақырамыз ол ілім арқылы, білмей жатыр.
Мұхаммад ибн Исмаил. Бұл кісі кім? Мұхаммад ибн Исмаил деген кісі. Бұл кімнің шын аты? Имам Бухаридің шын аты. Имам Бухаридің шын аты Мұхаммад ибн Исмаил деген кісі. Жаттап алыңыздар. Бұл кісі ең бірінші Мұхаммад ибн Хасанның алдында намаз бабын бастаған. Намаз кітабын оқып бастаған. Намазға қатысты тарауды, фиқх мәселесінде. Сол кезінде имам Мұхаммад ибн Хасан бұл кісіге айтқан: барда хадис ғылымын оқудан жүр. Фиқх саған қажеті жоқ. Арабқа тәжік болған ба? Кім? Бухари. Имам Бухарилер бейараб. Ол қазір тәжік деп те, өзбек деп те, қазақ деп те ешбіріміз таласа алмаймыз. Қырғыз деп те, түркмен деп те ешбіріміз таласа алмаймыз. Себебі бұл кісі хижраның қаншасыншы? 190-шы жылдары, енді 2-ші мен 3-ші хижра аралығында болған ғалымдар. Ол уақытта мынау қазақ, мынау өзбек, мынау татар, мынау пәлен деген ешқандай не болмаған, нақты ұлт болмаған, қазіргі таңдағы ұлттар секілді. Ол уақытта бір Алла біледі, қай тілмен сөйледік, баршамыз қандай ұлыстарға, ұлттарға бөліндік ол кезде. Кіммен қай қазіргі ұлттардың ішінде қай ұлттармен бірге болды, қай ұлттарға бөлек болды. Оны тарихтың мамандары айта алатын шығар. Алайда бұл кісілер сол уақытта бейараб болды. Белгілі, араб емес. Қазіргі енді Бұхара жерінде, Өзбекстанда Бұхара жерінде бұл кісі жерленген, сол елді мекенде туып өскен адам. Бұл кісі осы ұстаздарының сілтемесіменен ақылдарын алып, тыңдап, хадис ғылымына кіреді. Осы ғылымды алып шығады. Сөйтеді мұхаддис деген атқа ие болды. Енді бұл ғалым сол жерден шыққаннан, елді мекеннен шығып, айналып қайтадан өзінің туған отанына оралғанша, яғни ілім сапары қанша жылға созылды? 15 жылға созылды. 15 жыл бойы бұл кісі жаяу, бірде есекпен, бірде жылқымен, бірде теңізді кесіп өтіп, бүкіл әлемнен, ислам әлемінен хадис жинаған ғалым. Және де хадис жинау жолында бұл кісі басқа мұхаддистерден қараған кезінде ең хадисті алу шартын қатты қылып қойған. Бұл кісінің шартындай басқа кісілерде шарт болмаған. Яғни хадисті алатын кезінде жаңа өтірікші болмау керек, ұмытпау керек, басқа. Жалпы адамның бойындағы міндеріне, кемшіліктеріне қатысты қойған шарттармен қатар, бір хадисті естіген адам, мысалы бір хадисті екі адамнан еститін болса, екі адам өмірінде бір-бірімен жолығу керек деген. Немесе бір қалада бір ауылдың тұрғыны болу керек деген тіпті. Жолықты деген хабар келмесе де, бірақ бір ауылда, бір елді мекенде тұрған адам болу керек деген. Өте қатты шарт қойған. Міне ұстаздарының ақылын алған, және де өзі осы ғылымның шыңына жету үшін сондай өзіне шарт қойған, хадис алу жолына шарт қойған, түбінде Құраннан кейінгі ең таза болған, ең сенімді болған кітапты жинақтап шыққан. Жаңа айттық қой, ұстаздар ол алдындағы шәкірттердің ішкі қасиеттерін көріп қояды. Қасиет деп айтамыз ғой, ішкі қабілеттерін көріп қояды. Қасиеті болсын, қабілеті болсын, соған сілтеме берген кезінде егер шәкірт тыңдайтын болса, онда түбінде сол ғылымдың шыңына жетеді. Немесе сол ғылымды бүкіл әлемге паш етуге себепші. Оқуда оқып жүргенімізде, Аллаға шүкір, енді фиқ ғылымында да қиыншылық тапқан жоқпыз,
тіл ғылымында да, тәфсір ғылымында да, хадис ғылымында да ұстаздарымыз ақидаға барды. Асқар деген ұстазымыз бар, Асқар Мұқанов, танитын болсаңыздар. Нұр Астана мешітінде бас имам болдық. Кейіннен Семей өңірінде қазір бас имам. Сол кісі айтты, сен ақидаға бар. Мен өзім ақидаға ол кезде ойым да жоқ, ешқандай нем де жоқ. Бірақ Аллаға шүкір, ақидаға бардық, одан ешқандай кем қалған жоқпыз. Яғни қапыда қалған жоқпыз. Әрине, әлі күнге дейін шәкіртпіз, ешқандай ұстаздық қылуға лайық емеспіз. Аллаға шүкір, ақида мәселелері оқып жүрген кезімізде айналамыздағы жора жолдастарымыздан, қатарластарымыздан түсіну жеңіл болады. Ұстаздардың несі сілтемесінен болған жетістік деп. Оны қазір мақтан қылып айтуға тұрарлықтай. Алған іліміміз емес, ұстаздың айтқанын тыңдағанымызды айтамын. Сондықтан да бұл өте маңызды мәселе екен. Енді ұстазды құрмет қылудың тағы бір жолы, ұстазға ешбір қажеттіліксіз жақын отырмау керек. Ұстазға ешбір қажеттіліксіз жақын отырып алмау керек. Өйткені оның құрметі. Мысалыға, қазір оқу орындарында ұстаз өзінің орны бар, тақтада арнайы бір қашықтық бар. Одан кейін жаңа шәкірттер, оқушылар ол жайғасады. Бұл қазіргі оқудың үлгісі. Оқу жүйесі осындай. Келеді аудиторияда шәкірттер жайғасады, ұстаз келеді өзінің жеріне. Енді біздің ілім, ислам тарихындағы ілім алқасының көрінісі осындай. Ұстаз отырады өзінің жерінде, мешіттің ішінде болсын, қандай жерде болмасын, шәкірттер айналасында жақында отырады. Енді осы кезде мешіттің ішінде жаңағы сабақ өтіліп жатқан қандай жер орын болмасын, сонда шәкірттер көбейіп кетеді. Сонда қатты не қылатын болса, жақындайтын болса, ұстаз еркін сезінуі, және де қандай да енді жүрдегі мәселе тәртіп мәселесі ғой. Ұстаз бенен шәкірттің арасындағы тәртіп мәселесі. Бұның өзіне шейін жаңағы ғалымдарымыз осының өзіне дейін айтып кетіп жатыр. Яғни біз қалай отыруымыз керек сабақтың өзінде. Егер осының бәрін орындайтын болсақ, одан ешқандай біз зиян көрмейміз. Минусқа кетпейміз. Қазірдің тілімен айтқанымызда. Тек пайдаға кетеді екенбіз. Енді ілім талап етуші адам жаман мінездерден аулақ болу керек. Ол боғауыз сөздер, бос күлкілер, түрлі жаман ойындар, адаммен бірге ойнайтын, мазақ қылып ойнайтындар, айыбын ашатын, кез келген жалпы жора жолдастардың арасындағы болатын кикілжің, ойындар, жаман мінез құлықтар, бұлардың барлығынан ілім талап етуші адам аулақ болуы керек. Яғни, ілім алып жатқан кезінде ілім ол нұр. Ілім ол нұр. Ілім нұр болғаннан кейін нұр ол жаман жерге барып орналаса алмайды, орналаспайды. Лас жерге нұр тұрмайды. Ілім талап етуші жігіт нұр алып жатқан кезінде бірдестен сіңімді болатындай, қонымды болу үшін ішкі жан дүниесін, сыртқы келбетін таза ұстау керек. Сол кезде бірден ілім қонады, және де ол бірден жарып шығады. Және де ілім талап етіп жатқан кезде ілімді алып жатыр ғой. Осы кезде ілім талап етуші адам тазарып қалмаса, өз-өзін ұстап, дұрыс көркем мінез құлықтарға бейімдеп қалмаса,
ертең сабақ берер кезде, ертең ұстаздық жасар кезде, адамдардың алдына шығатын кезінде ол міндетті түрде бір жерден кетіп қалады. Әдет не дейді? Ауру қалса да әдет қалмайды. Ол күндердің күнде бір жерде өзін жаңағы ашып қояды, айыбын ашып қояды. Әдет жарып шығып қояды бір жерде. Бұзып шығады, қанша оны қоршап, адам өз-өзімен дұрыс ұстайын, мінімді көрсетіп қоймайын деп отырса да, ол бір көрсетіп қою мүмкін. Ал енді ілім талап етіп жүргеннен кезінен бастап, өзі шәкірт болып жүрген кезден бастап, ілім алумен қатар ананы сәйкес өз-өзін тәрбиелеп өсіретін болса, онда ілімі де өсіп шығады, мінез құлқы да көркем болып өсіп шығады. Екеуі қатар жеміс береді. Ал дұрыс не ілім алмаса, қанша көркем мінез құлқы болса да, ертең өзгелерге дұрыс ілім бере алмайды. Немесе керемет ілім алса, бірақ мінез құлқы дұрыс болмаса, ертең алған іліміне зиянын тигізіп отыр. Адамдардың алдында болмасын, Алланың алдында болмасын, қандай кезде де бір қателікке жолығып тұрады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Ла тадхулул малаикату байтан фихи суратун ау калб. Періште бұл суреті бар, және де иті бар үйге кірмейді деді. Неліктен? Себебі періште бұл нұрдан жаралған. Дәл сол секілді нұрдан жаралған періште иті бар, суреті бар жерге кірмейді ғой, өйткені сурет пен ит бұл нұрға қарама қайшы нәрсе. Енді адамның мінез құлқы да итпенен, суретпенен пара-пар дейді. Ілім нұр, адамның жаман мінез құлықтары итпенен сурет секілді періштеге қарсы тұратын. Періште кіре алмайтын. Дәл сол секілді нұр да адамның мінез құлқы нашар болып тұрған кезде оған кіре алмайды дейді. Қона алмайды, сіңе алмайды дейді. Жемісін бермейді осылайша. Міне осыменен біз иншаалла бүгін ілімді құрмет қылу, ұстазды құрмет қылу, жора жолдасты құрмет қылу, осы мәселелерді иншаалла айтып өттік. Енді осыған біз осындай ілім алқаларында отырған кезінде амал етіп бастауымыз керек. Әр күнделікті естіп жатырмыз ба? Бұл кітап уағыз кітап емес. Бұл кітап сабақ кітабы. Яғни ғалым болғың келетін болса, немесе алған іліміңнен пайда алғың келсе, осындай мәселелерге, осындай қағидаларға, ережелерге амал ет деп жатыр. Амал етсең, аз да болса алған іліміңнен пайдаласың, көп алсаң ғалым боласың деп жатыр. Иншалла Алла баршамызға осындай қасиетті ғылымдарға, амалдарға, ғалымдарымыздың мирастарына амал етуімізді баршамызға Алла нәсіп етсін. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu akbar.